Энергия деген не? Сіз қолөнер бұйымдарының әрбірінде ерекше энергетика, шебердің энергиясы болатын білесіз бе? Бұл конвейерлік заттар емес. Бұлардың жаны бар. 90-шы жылдары өкінішке орай барлық халықтық қолөнерден айырылып қалдық. Үлкен мәдени мұраны шетке ысырып қоя салдық. Өз өнерлерін үйрететін шәкірттері болмай, кәрі шеберлердің заманы өтіп жатты. Осы жағдайдың бәрі жаныма қатты батты. Өшіп бара жатқан дәстүрлі қолөнер кәсібін қайтсек жандандырамыз. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарсақ қана бұл мәселені шешуге болатынын түсіндім. Ал қиындықтар аз емес еді. Қолөнердің бірегей техникасын сақтап, жоғалғанымызды қайтаруымыз керек еді. Жас шеберлерді тауып, өз істерінің үздіктеріне айналуға көмектесу қажет болды. Біз мүмкін еместі мүмкін етіп, үлкен бір отбасы болып біріктік деп сеніммен айталам. Көп жыл бойы бізді Қазақстанның халықтық көркем кәсіптерін қайта жаңғырту және қолөнерін дамыту бағдарламасы бойынша серіктестеріміз қолдап келді. Ал басында біз шағын шеберлік сабақтары мен тренингтерден бастағанбыз. Қолөнер шеберлерінің басына әрең қосушы едік. Біреулер бізсіз де бәрін біледі, бәрін істей алады дейтін. Олардың басым бөлігі ауылдарынан шеткері шықпайтын. Осы бір үлкен жұмыстың нәтижесі деп, еліміздің 9 қаласында ашылған Қазақстан қолөнершілер одағының құрылуын айталамыз. Бүгінде біздің қолөнершілеріміз дәстүрлі бұйымдарды жасап қана қоймай, ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысып, халықаралық көрмелерге қатысады. Олардың басым бөлігі өз кәсіптерін дөңгелетіп, тұрақты табыс көзіне айналдыра білді. Жалпы есеппен біздің оқыту бағдарламамызды мыңдаған шеберлер меңгеріп үлгерді. Бүгінде олар бар білімдерімен, техникаларын балалары мен жас шеберлерге үйретуге, көптеген халықтық қолөнерге жан бітті. Қолөнер деген туристерге арналған кәдесый немесе жәрмеңке ғана емес, бұл мәдениеттің бір бөлігі. Оның негізінде халқымыздың философиясы мен ерекшелігі жатыр. Халықтық қолөнерді еліміз үшін пайдалы салаға айналдырып, Қазақстанның ерекше беделін қалыптастыруға болады. Қаншама қиындыққа тап болсақ та, біз қазақтардың бірегей кәсібін дамытуға барынша күш салдық. Ал бұл күш ұрпақтарды байланыстырады дегенге сенем.